Ассалаумағалейкум. Кіруге болады ма? Кір. Ассалаумағалейкум, Сәке. Қалайсыз? Қалыңыз қалай? Жақсы. Иә. Отырсам болады ма? Отыр. Қалай, Range Rover'дің обзорын көрдіңіз ба? Жалпы қалай? Енді өз ойыңыз жақсы шыққан ба? Көрдім. Жақсы. Ойнау. Өзіміз. Монтаж. Съемка. Қалай? Тамаша. Думал, я так скажу? А? Чё за дрифты? Это полный привод. Ты чё, вообще что ли? Еще песня какая-то непонятная. Нормально ғой, Сәке. Чё нормального? Эй, блядь, пошел, снимай Subaru. Чтоб без каких выкрутасов, понял? Хорошо, түсінікті. Жақсы. Здесь. Офонарили, блин, этот блогер. Нурик, нужно Мадишку попросить, чтобы он машину убрал, потому что ты здесь не выедешь. Хорошо. Они знают то, что я с второго этажа буду спускаться? Че, Субаруға обзор керек деп жатыр ма? Давай, Субару болса Субару. Түсіріп тастайық онда. Қиын емес қой. Ендеше достар, барлығыңызға ассалаумағалейкум деп қояйын. Менің есімім Жеңіс Нұрлыбай, білмейтіндер болса. Бүгін бізде шолуда Subaru Outback универсалы осы автокөлікті бүгін сіздермен бұл автокөлік жалпы неге қауқарлы, соның бәрін бірге талқылайтын боламыз, және де тест-драйв жасайтын боламыз. Ендеше біздің арнамыздан алыстамаңыздар, біз роликті бастаймыз. Кеттік. Жалпы бүгін шолуда сіздерге Subaru Outback деп айтып кеттім ғой. Бұл автокөліктің жалпы жүрісі жаман емес, қалада өзін ұстауы, маған бір ұнағаны автокөліктің жұмсақтығы және де ішінің кеңдігі. Универсалдығына қарамай автокөлік айтарлықтай биік. Рөлі ұнады, бәрі кожада. Пластиктары енді арзан болса да жаман емес. Автокөліктің жалпы бағасына енді пластиктар арзан. Ішінде қандай да бір панты жоқ, мынандай Camry емес бұл. Бұны неге көбісі жалпы осы орыс бауырларымыз жақсы көреді дейді ғой. Олар өйткені басын қатырмайды, біз сияқты қазақтар сияқты мына дейтін жыртылыс керек емес. Осындай простой автокөлікті алып, қайда бір жаққа қыдыруға шыққанға болсын, жол жоқ жерлермен болсын, дачаға барғанға болсын, автокөлік ешқашан сізді далада қалдырмайды. Жалпы мынау пластиктері, мынау сұр түстес өте арзан көрінеді. Автокөліктің жалпы мониторының дизайны маған ұнаған жоқ, және де жұмысы дәл осы автокөліктің бағасына тұрмайды. Өте қатып жұмыс істейді. Автокөліктің уже бір өлеңді ауыстырам дегенше шашыңыз ағарып кетеді, былайынша айтқанда. Рөлі ұнады. Мынау қосып алу жапырақтарымыз, және де мынау мультируль бәрі түсінікті, интуитивті. Ойбай. Балонымыз астымызда тұр ғой. Ойбай, не деген қар мынау белшеден келетін. Міне, Subaru сізде қалада кайфовать ету үшін емес, дәл осындай жерге демалу үшін керек.
Міне Subaru'ның нағыз жолы, өз-өзін ашық көрсететін жол осы. Ешқандай Camry сізге осы жермен жүріп бермейді. Сондықтан да қазір Subaru'ды неге қауқарлы екенін тест жасайтын боламыз. Ендеше ұшайық, кеттік. Subaru жалпы қалада өзін көрсете алмаса да, үлкен потоктың ішінде дәл мына жерде Subaru өзін көрсетеді. Мінекей, бұның жолы осы. Дәл осы жолда Subaru сізге ашылып, өзінің толық жетегінің күшін көрсететін болады. Ешқандай тығылмай, және де бұда X-Mode деген толық жетекті функциясы бар. Яғни автокөлік екі баллонмен алдыңғы оң жақ, артыңғы сол жақ солай блокировкамен жұмыс жасайтын болады. Және де сізді ешқашан тығырыққа тіремейді автокөлік. Camry осы жермен жүре ала ма? Жүре алмайды. Subaru алу керек, Subaru. Енді бізге қазаққа жақпайды, қазақтар бұндай жермен жүрмейді ғой. Бізге сол строго 200-ка. Мінекей адамдар сырғанап жатыр мына жерде. Керемет, керемет. Автокөлік қалада ешқандай өзіне шақырып тұратын ешқандай дизайнда да әдемілік жоқ. Ішінде бәрі қарапайым, мына түймелер болсын, ортадағы консоль болсын, бәрі қарапайым. Мына жерде 2 орындық жылытқыш, және де 2 климат контроль, 2 каналдық. Және де ортадағы консольда қорабымыз, және де мынау X-Mode. Содан кейін тек қана тұрақты ручник қана бар, болды. Автокөліктің ішінде ішің пісіп кетеді. Ешқандай автокөлік өзін көрсете алмайды қалада. Енді бағасына автокөліктің бір ұнамаған жері дыбыс изоляциясы. Автокөліктің ішіне дауыс қатты естіледі сырттан. Мынау тіпті доңғалақтардың дүрсілінің бәрін мен естіп тұрмын. Алдымыздағы спидометр жалпы дизайны әдемі. Мынау түсі де тіпті ауысады. Ортадағы борт компьютеріміздегі мынау автокөліктің жалпы бензин жүйесін көрсетіп тұратын пәрменде мінекей қанша көрсетіп тұр, қазір көрсетейін. 21-де 5 дейді ағайын, 21-де 5. Мынау экономдық көрсеткіш неге екен білмеймін. Бірақ та автокөлік 2-де 5 қозғалтқыш көлемімен 25-ше ол қалада мүмкін емес нәрсе. Рөлі жаңағыдай айтқанымдай бұрылысы бәрі ыңғайлы. Автокөліктің шанағы да жақсы, жеңіл. Универсалдығына қарамай автокөлік өте өзін жаңағыдай жол талғамайтын жерде жақсы көрсете алады. Мінезі бар. Бірақ енді сіз қалада біреуді озып кетем деп бұлай ешқашан айта алмайсыз. Автокөлік тіпті жай жүреді. Тартысы маған ұнаған жоқ. Мінекей бір жерге сыйып кете салайын десеңіз, автокөліктің уже тартысына біраз уақыт кетеді. 100-ге автокөлік 10 секундта барады. Және де бұның екінші буыны бар. 3-те 6 версияда шыққан қозғалтқыш көлемі. Ол 8 секундта барады. Бірақ автокөліктің 3-те 6-сының бағасы айтарлықтай өте қымбат. Сіз сол 2 секундқа бола миллиондар төлеуіңіз керек болады. Бұл Subaru'ды қазақтар мінбейді. Себебі бұл автокөлікте ешқандай мақтаныш жоқ, және де сіздің беделіңізді бұл автокөлік көрсетпейді. Жай ғана қарапайым, өзіңнің үйіңе, балабақшаға балаларды тасып, және де дачаға барғанға нағыз дәл соның автокөлігі. Және де бұны қазақтар мінбейді дейді, орыс бауырларымызға көбірек мінеді дейді. Я, ол рас, шындық. Және де бұл автокөлік, родной Серега, таза сенің автокөлігің ғой. Бір ұнамағаны автокөліктің эконом класстағы болса да жағармайды көп тұтынуы. Бірақ автокөліктің орындығы, бұлайымша басқарымы өте жақсы. Өзінің классындағыларға әдемі. Бірақ енді Range Roverмен салыстырмағанда да енді қоя беріңіздер. Жалпы жақсы. Автокөліктің бір ұнағаны аудио жүйесі өте жақсы. Бұл жерде Harman Kardon тұр.
Және де мына бір арзан дереваны қойыпты, оның бәрі сызылып кеткен. Алдыңғы буында мына жерде тұратын сағатымыз кішкентай, дым түсініксіз. Ал қазір мына жерде кішкентай ғана көрсетілген сағат тұрады, оның бәрі жасырын, бірақ ыңғайлы. Автокөліктің жалпы дизайны айтарлықтай уау болмаса да, бәрі қарапайым, жаңағыдай айтып кеткендей. Рөлімізде мынау климат контроль, және де спорт, комфорт басқарымы, және де автокөліктің монитормен басқару, борт компьютермен басқару. Сол жағымда екі құлақты жинау, және де автокөліктің орындығының орналасуын есте сақтау қабілеті бар. Болды. Сіздің осы 10 миллионның үстінде осыған бола төлейсіз. Болды. Басқа ештеңе айта алмаймын автокөлік. Subaru нағыз демалысқа мінетін автокөлік. Сондықтан біз бүгін демалыс орнына, яғни пляжға келдік. Бірақ бүгін өкінішке орай күнмен шомылатын плавканы ұмытып кетіппіз. Сондықтан Серега, кеттік ей! Қапшағай болса, қапшағай болсын. Кеттік онда. Ойбай, күннің суығын-ай. Жалпы бүгін бізде шолуда Subaru Outback деп айтып кеттім. Бұл автокөліктің дизайны Subaru'дың өзінің бөлек бір мысық дизайнда жасалған. Мына көздері автокөліктің линзалық оптикасы түнде өте жарық жанады. Сызық болып деп айтамыз, сызық болып жанады. Мынау күндізгі жанып тұратын оптикасы автокөліктің көркін береді. Автокөліктің көзін және де әдемілігін сызып қоятын бір үлкен өзінің бір фишкасы десек те болады. Автокөліктің решеткасы мынандай сүр түсте, үлкен, әдемі, асты да сұр түсте. Жалпы автокөліктің түрінде бір вау болмаса да өзіндік бір ерекшелік бар. Әдемі, бір көзге қарағанда бұлай қарапайым автокөлік болса да өте әдемі, универсал. Автокөліктің базасы айтарлықтай ұзын, және де ішінде орын өте көп. Және де автокөліктің Subaru'дың, яғни базалық осындай нұсқасында 18-дік дискасы жүреді, және де дизайны әдемі. Бір көзбен қарағанда автокөліктің клиренсі өте биік, 220 мм-ді құрайды, және де өтімі де жақсы. Жалпы бұл универсалды өтімді дейді, яғни проходимый деп айтады ғой, өтімді универсал дейді. Бірақ автокөліктің толық жетегі жақсы жұмыс істейді дегенмен де мынаны қарасаңыздар. Және де автокөліктің үстіне өте көп зат салуға болады. Сіздерге көрсетіп кетейін дәл қазір. Мінекей бұлай шығамыз да, мынаны көтерсек, өкінішке орай бұл қатты, бірақ бұда багажник бар. Мінекей автокөліктің артыңғы қақпағына осы 5-ші буында мынандай автоматты түрде ашылу қойды. Біздің бүкіл заттарымыз сыйды, және де орны өте көп, 510 литрді құрайды. Және де мынау тетікті тартсаңыз, артқы арқалары құлайды, және де автокөліктің сыйымдылығы 1800 литрға жетеді. Вау! Ойбай-ай. Және де заводтық нұсқада мынандай артыңғы камерасы бар. Бірақ қысқы жағдайда бұл камераның мүлдем пайдасы жоқ, себебі батпаққа толып қалады. Сіз артыңғы қорапқа салғанда дымды да көрмейсіз, сондықтан бесполезно. Жалпы бұлай қарап тұрсаңыз, артыңғы дизайны әдемі, жаман емес. Автокөліктің оптикасы да айтарлықтай әдемі, диодты жарық шамдары, мынау артындағысы да тура алдыңғы бампермен бірдей сұр қаптаумен қапталған.
мынаның бәрі балқып келген. Жалпы арты автокөліктің биік, ешқандай қырларға тиіп қалмайды. Автокөліктің капотының астында 2.5 атмы қозғалтқыш тұр. Мінекей автокөліктің мынау Subaru'дың ата-бабамыздан келе жатқаны ешқандай пластмасс қақпақ қоймайды. Бәрі мына жерде шашылып жатыр. Мынаны вообще не үшін қойғанын түсінбейсің. Мүмкін саусағың мына жерге тықпасын деп қойған шығар. Бірақ тығам деген адам тығады ғой бәрібір. Бұның бойында 175 биенің күші бар. Және де 100-ге 10 секундта барады. Автокөліктің жалпы мотор жағынан ешкімде сұрақ жоқ. Өте тиімді мотор, бірақ бензин жесі мама екен, мама. Қорабы вариаторда 6 сатылық, бірақ вариатор болса да ешқандай қорабында да ақаулар жоқ. Сенімді автокөлік, жалпы Subaru'лар көп жылдан бері осы автокөліктің қозғалтқышымен, қорабымен бірге жұмыс істеп келе жатыр. Автокөліктің артыңғы жолаушыларға арналған орнын көрсетейін сіздерге. Мінекей, кәдімгі, ешқандай вау жоқ, қарапайым орындықтар. Және де мына пластмасты үлкен қылып істеген себебі, төбеге бір зат салатын болсаңыз, аяқты қою өте ыңғайлы. Бірақ жоғары орналасқандықтан шалбарыңызды түскенде бұлғап аласыз ау. Ары қарай кеттік. Міне автокөліктің ішіне отырдым. Орын айтарлықтай үлкен. Артыңғы жолаушыға не бар? Сіз жол бойы мынау терезе ашқышқа ғана қарап барасыз, және де орын жылытқыш. Болды. Артыңғы жолаушыға басқа дым жоқ. Қысқасы. Қол тірейтіні өте ыңғайлы, және де 2 стақан салғышымыз. Мына жерде де бір қалташа бар, орны айтарлықтай үлкен. Автокөліктің жалпы кожасы маған анау айтқандай ұнаған жоқ. Бірақ өзінің бағасына тұрады. Мына жерде де стақан салғышымыз. Бір қысқасы, бұның мынау арқасы артқа қарай жатады. Болды. Бұл жерде жатуға болады, өлең айтуға болады, спортпен заниматься етуге болады. Бірақ оны біз жасамаймыз. Орны өте көп. Кеттік. Camry 3.5 сила. Мінекей, жолаушыға да арналған орындығы өте көп. Мына жерде балқымалы орындықтар. Аудио жүйеміз Harman Kardon, тыңдағанда құлағыңды жарады. Артында автокөліктің базалық нұсқасында сабвуфер орналасқан, қысқасы. Және де орындықтың есте сақтау қабілеті, және де 4 тереземізде автоматты түрде ашылады. 2 құлақты жинау. Мына жерде автокөліктің жүк салғышын ашу, бұның бәрі интуитивті, түсінікті. Антизанос тетігі. Мінекей, жолаушыға арналған орнына отырдым. Жалпы автокөлікті жаман деп айтуға келмейді. Себебі автокөлік жақсы, өзініңкін жүріп береді. Автокөліктің ішінде мінекей 2 алдыңғы жолаушыға орындық жылытқышымыз, 2 климат контроль, және де мына рөлімізде бәрі интуитивті, түсінікті. Круиз контроль, 2 қосып алу жапырағымыз, автокөліктің спидометрінің түсі ауысады, қысқасы. Мына жерде көзілдірік салғышымыз, 2 жарық шамымыз, ортадағы консольде қорап, және де автоматтық тұрақты ручник, X-мод, және де қырға шығу моды болды. Push стартта, қысқасы. Және де дизайны вау болмаса да бар әйтеуір, монитор болды. Ой, шолу деп шаршап кетті қой. Мен одан да сериал түсірейін. Ендеше күтіңіздер, менің орындауымда алдағы уақытта сериал болатын болады. Сондай ма, родной? Чё? Ойбай. Жалпы автокөлік жақсы, нағыз жол талғамайтын отбасылық автокөлік. Бірақ та дәл мынандай жерге тығылып қалды. Серега, неғып түсіріп тұрсың? Кеттік иттер. Қысқасы, біздің каналға жазылып, лайк басып кетіңіздер.
опять застрял.